Сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын дәл ресторандағыдай испанский чизкейктің рецептімен бөлісемін. Ал олай болса бастайық, бисмилля. Бізге ол үшін творожный сыр қажет болады. Сырымызды жақсылап осылай қасықтың көмегімен ерітіп аламыз. Оған 120 грамм сахарды қосып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болдым, 3 жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Міне осылай жұп-жұмсақ әдемі болып шығуы керек. Енді сливкемізді дайындаймыз. Мен осылай сливкеден кішкентай ғана бөлігін кесеге құйып алдым. Оған 10 грамм крахмалды қосып, бөлек араластырдым. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болғаннан соң қалған сливкеге құйып, барлығын тағы да араластырамыз. Енді сливкиді қалған ингредиентімізге құйып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Дайын болды. Енді табанымызды дайындаймыз. Оған арнайы фольга қағазын төседім. Пешімізге 220 градусқа қойып, 35 минутта пісіріп аламыз. Жақсылап ингредиентті құйғаннан кейін қасықтың көмегімен бетін тегістеп, жан-жағын тегістеп шығамыз. Пісіп шыққаннан кейін 7-8 сағат холодильникке қойсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Міне біздің испанский чизкейгіміз дайын, өте дәмді, ерекше болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.